Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Князев Ақжол. Бүгін біз осы 53-ші сабақта бастайық деп жатырмыз. Ол функция және координаталарға байланысты есептер деп аталған екен. Олай болса, бірінші есептен бастап шығарып көрейік. Бізде кестеде x және y айнымалылар арасындағы тәуелділік көрсетілген дейді. Келесі теңдеулердің қайсысы осы тәуелділікті анықтайды дейді. Окей. 2 үшін 6, мұнда 1-ді қосқан. 3-ке көбейтіп 2-ні азайтқан. Все, таптық. 5-ті 3-ке көбейтіп алам, 15 болады, кейін 2-ні азайтам. 4-ті 3-ке көбейтіп алам, 12 болады, 2-ні азайтам. 3-ті 3-ке көбейтіп алам, 9, 2-ні азайтам. Демек, 3-ке көбейтіп алып, потом 2-ні азайту керек деген сөз. X пен Y тура пропорционал дейді, осыны табу керек. 0-ді берсем, 0 болады деген сөз, ол Y тең какой-то бір коэффициент X дегенді білдіреді. То есть, мынандай минусы бар деген болмау керек. Түсінетіңіз ба? Мен енді 1-ді қоятын болсам, X-тің орнына 1 берсем, Y минус 1,5 шығу керек. Мысалы, мен X-тің орнына 1-ді қойсам, 4,5 шығып кетеді. Бұл болмайды. Мынау 1,5 шығады. А менде минус 1,5 беретін тек A жауабы деген сөз. Катер A айлағынан шығып дейді, ағысқа қарсы Т сағат 100 дейді. Катердің меншікті жылдамдығы 25. Кестеде катердің Т сағатта жүзген S километр жолының ұзындығы дейді. Хорошо, сол тәуелділікті тауып көрейік. Егер мен 25-ті минус 6-ны қоятын болсам, мен Т-ның орнына 1-ді қойсам, егер, мұнда 1 деп тұр ғой. 25-тен 6-ны азайтсам 19. Ол шықпайды. Бұл емес. 25-ті может бөлу 2 болуы мүмкін. Мысалы, мен 2-ні 25-ке көбейтетін болсам 50 болады, 2-ні азайтсам 48. Жоқ, болмайды. 46 шығу үшін 2-ні емес 4-ті азайту керек. Сондықтан мына жауап болады менде. Не, бұл болмайды екен пока что. Өйткені 23-ті 3-ке көбейтсем 69 береді. Все, 23-ті болады екен, все, жауабын табылды. Просто жауаптарға қойып тексеріп аламыз, просто ең жеңіл осы. А қаласынан Б қаласына В жылдамдықпен шықты дейді. 2 сағат жүргеннен кейін демалуға тоқтады. Әлі жүру керек, L жол қалды. Екі қаланың арақашықтығын табатын формула. Мен 2 В мен белгілі бір жол жүріп алам, және де тағы L жол жүру керекпін. Сонда 2V плюс L. Белгілі бір аралықта жаяу адам дейді 4,2 км сағат жылдамдықпен Т сағат жүреді дейді. Жаяу адамның жүрген жолының уақытқа тәуелділік формуласы. Жол дегенім менде жылдамдықты уақытқа көбейту керекпіз ғой. Сонда Б жауабы болады. Теңдеуін көрсету керекпіз. Қараңыздар. Мына жердің координатасы нені береді? X 5-ке тең, Y 0-ге тең. Сонда мен X-тің орнына 5 бергенде 0 алу керекпін жауаптарда. Мысалы, мен мұнда 5-ті қойсам, 5-тен 5 азайтсам 0 болады. Мысалы, мен мұнда 5 қойсам, ол қосып тастасам 10 болып кетеді. 5-ті қоям мұнда, онда минус 2 шығады. Тек қай ответ қана мына бір Y-тің орнына тұрған 0-ді береді, сол дұрыс ответ болады. Қазығұрт төбесіне жету қанша уақыт және де жоғары қарай жүргенін табыңыз дейді. Төбесіне жету үшін қанша уақыт жоғары қарай жүргенін табыңыз дейді. 1 сағат бойы жүрген 60 минутқа. Қазір мен будильнигімді өшірсем, уже таң атқан екен, сағат 6 болған екен. Все. Так, енді запись жүріп отыр ғой, Все, круто. Енді кесте бойынша функциялардың формасын жазыңыз дейді. 1-ді берсем 5-ті алу керек. Мысалы, қараңыздар. Мұнда 1-ді берсем 3-ті 1-ге көбейтсем 3 болады, 3-ке 1 қоссам 4 болып қалады. А менде 5 шықпайды. 4-ті 1-ге көбейтсем 4, 4-ке 4 қоссам 8, 5 шықпайды. 1-ге 1 қоссам 2, 5 шықпайды. 3-ті 1-ге көбейтсем 3, 2-ні қоссам 5 шығады. Пока что келеді екен. 2-ге тексеріп көрейік. 2, 4-ні 8, 1-ді қоссам 9. Пока что келеді. 2 үшін 6, 2-ні қоссам 8 болмайды. Сонда А жауабы. Суретте кескіндеген түзудің формуласын анықтаңыздар дейді. Мына жер бізде 2 болды ғой. Демек, бұның координатасы 2-ден 0. X-тің орнына 2-ні бергенде жауабым шығу керек. 0 шығу керек қой, короче. Мысалы, мен мұнда 2-ні 2-ге өтсем, менде 4 болады. 4-тен 2-ні азайтсам 2 қалып қалады. Болмайды мынау. 2-2-ні қоссам 4 болып кетеді мұнда. 2-2-4, 2-ден 4 азайтсам минус 2. Бұл да болмайды.
или А, или Б. Енді қараңыздар. Егер түзу оңға қарай бағытталып тұрса, былай оңға қарай, онда x-тің алды плюс деген сөз. Егер түзу бүйтіп төменге қарай бағытталып тұрса, онда x-тің алды минус тұру керек. Координаталар жүйесінде А нүктесі берілген дейді. Б нүктесі ординат осі бойынша А нүктесіне симметриялы дейді. Қараңыздар, А нүктесі бізде минус 3-те минус 1 екен. Былай минус 3, былай минус 1. Ну, где-то тут А нүктеміз бар. Б нүктесі ол ординат осі бойынша симметрия дейді. Ордината бойынша симметрия болса, минус 3-іміз мына жақта плюс 3-ке айналып кетеді. То есть, плюс 3-те минус 1 болады оның данные. Түсініп тұрмыз ба? Б нүктесі. Енді тағы не деген? Ары қарай бізге С нүктесі абсцисса бойынша Б нүктесіне симметриялы дейді. Абсцисса бойынша симметриялы. Значит, мынаның минус плюс 3-іміз сақталады да, ол абсцисса бойынша десе, оның жоғары жағында пайда болады. Ол 3-те 1. Д нүктесі ол ордината бойынша С-ға симметриялы. Демек, ол қайттан мында келеді. Оныкі минус 3-те плюс 1 болады уже онда. Өйткені мында плюс 1 тұр ғой. Периметр неге тең дейді? Периметрін тауып көрейік. Қараңыздар, былай үсті 1, асты 1. Сонда ені 2-ке тең. Былай 6 болады. Өйткені оң жағы 3, сол жағы 3, ұзындығы 6. Периметрін табу үшін 6-ға 2-ні қосып 2 еселейміз. То есть 2 табанын қосып 2 еселеу керек. 6-ға 2-ні қосатын болсақ 8, 2 8-ің 16. Біздегі 16 деген Д жауап екен. Енді симметрия болу керек. Төмендегі қай фигура? Ну, шеңбер точно болмайды, өйткені бізде нүктелерден шеңбер құрай алмаймыз. Бізде ABCD EF дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мынаны былай ортасынан бөлетін болсақ, 1, 2, 3, 4 нүкте ғана болады. Бұл болмайды. Ортасынан бөлетін болсақ, 1, 2, 3 ғана болады. Бұл болмайды. Бізге 6 нүкте болу керек. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл да болмайды. Сонда тек жұлдызша қалады. Өйткені ортасынан бөлсек, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, жұлдыз болады. А дегеніміз ол x квадрат минус 2y дейді. Мынаны есепте дейді. Ну, x-тің квадрат десе мен 8-дің квадрат 64 деймін. Азайтылған 2-ні 7-ге өтем 14, бөлінген 2 деймін. 50-ге бөлем 25. Б менен неше болады? 25-ге қосам, өйткені мында А плюс деп тұр. 2 бөлінген 2-ні азайтам 1. 27. Адам Б-ны азайтсам минус 2 деген сан қалады. Өйткені 25-тен 27-ні азайтадымыз. Б деген нүктесінде мәні. X-тің орнына 1 қоям, Y-тің орнына 2 қоям деген сөз. 2 плюс 1 бөлінген 3. Өйткені X-тің орнына 1 қойсам, 2-ні 1-ге өтем. Бәрібір 2 деген санды аламын. Енді Б дейміз. 2-ні көбейтем 2 плюс 1 бөлінген 5. Сонда тоже 1. А мен бұны қосатын болсам, 1-ге 1-ді қосам, по-любому менде 2 деген сан шығады екен. Суретте саяхатшының дейді, автомобильмен, содан соң мотоциклмен жүргені, одан кейін катермен жүзген қозғалыс графигі кескінделген. Барлығы қанша жол жүреді? Автомобильмен 90-мен дейді, 90 км сағатпен. Ол 2 сағат жүрген автомобильмен. 2 9 18, автомобильмен 180 жүрген. Мотоциклмен 40-пен дейді, 2 сағат жүрген тоже. 2-ден 4-ке шейін 2 сағат қой. 2 4-ін 80. Катермен 20-мен жүрген, тоже 2 сағат жүрген. 2 2 4 40. 40-қа 80 и 180 қосамыз. 40-қа 80 қоссам 120. 120-ға 180 қоссақ 300. С жауабы. Так, екеуі өзара тең дейді, қараңыздар. 4x минус y-іміз дейді. Осымыз бізде тең дейді бұлай. 7-де 6x минус 3y. Демек, мына x-та тұрғаны x-та тұрғанмен тең болады, y-та тұрғаны y-та тұрғанмен тең болады. То есть 4x минус y-іміз 7-ге тең, ал 6x минус 3y-іміз ол 3-ке тең. Үстін давайте минус 3-ке көйтіп жүрейік. Минус 12x плюс 3y тең болады 7 3 минус 21-ге.
6x алу 3y тең болады 3-ке. Бір-біріне қосып тастайық. Минус 6x тең болады минус 18-ге. X тең болады 3-ке. X-іміз 3 екен, демек мына минус 3-ден басталғанда сызып тастаймын. X-ім 3-ке тең екен. Давайте x-тің орнына 3-ті әкеліп қоямыз. 6 үшін 18 минус 3y тең 3-ке. Сонда 3y тең 15-ке, y тең 5-ке. 3-те 5 деген е жауабы. Суретте көрсетілген графиктің бірінші ширектегі қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Бірінші ширектегі қиылысу нүктесі ол міне. Өйткені мынау біздегі Декарттық координаталар системасы болса, мынау бірінші ширек, мынау 2, мынау 3, мынау 4-ші ширек. Ал бірінші ширек деп атқанымыз мынау, 2 деп атқанымыз мынау, 3 деп атқанымыз астысы, 4 деп атқанымыз мынау. Мынау нүктеде қиылысып тұр ғой. Y-і 8, X-і 2. 2-де 8 деген С жауап. Түзу қай графиктерде жатады дейді. 5x қосылған y алу 3 тең 0-ге. Y тең болады 3 алу 5x. Солай, жалпы былай ғой. Бұны салу үшін x пен y деп қоямыз. Сандар береміз. X-қа 0-ді берсем, y 3 болады, өйткені мына жер 0 болып кетеді. X-қа 1-ді берсем, y минус 2 болады, өйткені 3-тен 5 аздан минус 2. 0-ді бергенде 3-те қияды, 1-ді бергенде минус 2-де қияды. Былай. Сонда мына 2 нүкте арқылы өтеді. Сонда менде 4-ші ширекті ғана қимайды. 1-2-3-те өтеді, значит. Вот. А-ның қандай мәнінде дейді? Түзулерінің қиылысу нүктесі ордината осінде жатады дейді. Ордината осінде жатса, типа біріншісі былай, екіншісі былай қиылысады. И сол қиылысқаным ординатада жатады дейді. Это означает, что оның x-і 0-ге тең, y-і бар деген сөз. X-тардың орнына 0-ді қойып тастаймыз. Мынаның орнына 0-ді қойып тастаймын. 5 көбейту 0 минус 2y тең 3-ке дейін. Сонда 2y тең болады минус 3-ке, y тең болады минус қанша өзі? 1,5-ға. Сонда мына жерге x-тің орнына 0-ді қоям, y-тің орнына минус 1,5-ді қоям. Тең a дейм. Сонда a деп атқаным минус 1,5-ға тең болу керек. Ол мендегі е жауабы. А-ның қандай мәнінде дейді? Түзулердің қиылысу нүктесі ордината осіне жатады. Қайттан ордината десе, x-і 0-ге тең болу керек, Вроде мынау жаңағы есепке ұқсас екен. X 0 болса мына жер жоғалып кетеді. Минус 2y тең болады 5-ке, y тең болады минус 2,5-ға. X-тің орнына 0-ді қоям. 0 минус 2,5 тең a-ға. A деп атқаным минус 2,5 екен. Д жауабы. Бұның қандай мәнінде абсциссада жатады. Қараңыздар, мінекей бір түзу, міне екінші түзу. Абсциссада жатса, онда оның x-і бар, а вот y-і 0-ге тең деген сөз. Y-тің орнына 0 қоям. 0 тең 2x алу 4 тең. Сонда 2x тең 4-ке, x тең 2-ке. X-тің орнына 2-ні қоям, y-тің орнына 0-ді қоям. 0 тең, 10-ді 2-ге өтсем 20 минус b. b де атқаным 20-ға тең болу керек. А жауабы дұрыс ответ болады екен достар мұнда. Сының қандай мәнінде координаталар бас нүктесінен дейді. Координаталар бас нүктесі деген ол мына жер. Осы жерден өту керек болса, онда оның x-і да 0, y-і да 0. X-тің орнына да 0 қоям, y-ға да 0 қоям. Сонда с минус 3 тең болады 0-ге, с тең 3-ке. Д жауабы. Сының қандай мәнінде координаталар бас нүктесі. Демек, x-ға да 0-ді берем, y-ға да 0-ді берем. Минус 2-нің өзі қалады да, а жағында с минус 3 бар. С тең болады 1-ге. Вот, Б жауабы. Сағаттың минутымен жазылған дейді. Тәуелділігін дейді. Минут қаналдыру үшін 60-ға бөліп тастау керек қой. Вот. X атқан минутымызды 60-ға бөлеміз. Функцияның формамен жазыңыздар дейді. 5-дің квадраты 25 плюс 1 ғой. Санның квадраты плюс 1. X квадрат плюс 1 екен. Бас абзацтың массалары біртіндеп азаяды. Бұл тәуелділік графикте көрсетілген график бойынша химия операция жобасына 4 секунд ішінде заттың массасы қанша граммға азаяды? 4 секунд ішінде қанша граммға азаяды? 4 секундтан соң ода 3 қалды. Басында 15 еді, 15-тен 3 азайтсам 12 граммға азаяды.
Квадраттық функцияның графигі бойынша а коэффициенті мен дискриминанттың таңбасын анықтаңыз. Қараңыздар, егер дискриминант 0-ден үлкен болса, 2 жерде қиып өтеді. Дискриминант 0-ге тең болса, 1 жерде ғана қияды. Дискриминант кіші 0-ден болса, қимайды. Бізде мында x ойсын 1 рет қиып тұр, 2 рет қиып тұр. Демек, дискриминант 0-ден үлкен. Кіші дегендерді сызып тастаймыз. Тең 0 дегенді сызып тастаймыз. Дискриминант 0-ге тең болса, бүйтіп 1 нүктеде ғана қиып өтеді. Түсініп тұрмыз ба? Вот. Енді, егер тармақтары жоғары қараса, а үлкен 0-ден, тармақтары төмен қараса, а кіші 0-ден. Бізде а кіші 0-ден болады, дискриминант 0-ден үлкен болады. Өйткені тармақтары төмен қараған ғой. Так, біріншісінде дискриминант 0-ден үлкен, екіншісінде дискриминант кіші 0-ден. Екіншісінде дискриминант кіші 0-ден. Сонда бізде мынау болады. Неге дискриминант кіші 0-ден? Дискриминант 0-ден кіші болса қимайды. Былай жатады. Квадраттық функцияның графигі бойынша а коэффициенті мен д дискриминанттың таңбасын анықтаңыздар дейді. Бір нүктеде қиса дискриминант 0-ге тең. Мына үлкен 0, кіші 0 дегендер сызып тастаймыз. Ал тармақтар төмен қараған, демек а бізде кіші 0-ден. То есть ax квадрат деп айтатын ғой, а деп атқанымыз. То есть типа минус x квадрат деп басталатын ол. 2x плюс 6 болуы мүмкін деген сияқты. Вот, то есть минустан басталады. Минустан басталса, значит тармақтар төмен қарайды. Теңсіздіктің шешімі дейді. Қараңыздар, бізде іші бойылған. Ол бізде төменгі бөлігі, ол мына астыңғы бөлік. Значит, кіші болу керек. Үлкен дегендерді алып тастаймыз. Енді мына екеуі боялып тұр бізде. Боялып тұрса теңі бар. Кішіне тең. Сонда д жауабы. Егер боялмағанда, қошалып тұрғанда, қошалып 3, қошалып минус 1 тұрса, онда кіші болушы еді. Онда шығару керек. Вот. Осымен достар, есептеріміз аяқталған екен. Сіздермен болған мен Князев Ақжол. Олай болса, келесі сабаққа біз өмірге кеттік.